Сәлем, каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Осылай морозилкаға қатқан сливаны алып, жуып, компот жасаймыз. Әрі варенье жасаймыз. Ол үшін жуып аламыз, жақсылап араластырып, содан кейін барып қайнатамыз. До готовности, я? Жақсылап жуып, шайып қайнатамыз. Арасында оны қарап тұрамыз. Қалауыңызша песок қосамыз, құмшекер яғни. Жақсылап қайнап болғаннан кейін осы сливаларды варенье ретінде жесеңіздер де болады, құр өзін жесеңіздер де болады. Өзі крупный сорттан шыққан екен. Міне мен қалауымша құмшекер қостым. Мен балам сок ішкісі келмейді. Сонымен мына далафруттың бұрынғы шишасына құйып қойдым. Компот қылып ішіп ал дедім. Ішіп алды, ұнады. Сатып ала бергеннен гөрі осылай компот жасаған дұрыс. Әрі магазиндердегі компот салқын болып келеді. Амнау жылы. Өте пайдалы. Даже өзінің дәмімен өте дәмді шықты. Екінші несі. Банкісі. Келесі видеода көріңіздер. Не осылай құям, балам компот сұрайды. Компот? Компот. Жоқ? Жоқ.